Бата мен алтын. Ғибрат әңгіме. 30 жылдың өтеуіне өмірге келген Дәуітұлы Сүлеймен пайғамбар 18 мың ғаламның тілін білген дейді. Оның осы қасиеті алтын жүзігінде болса керек. Алла тағала оған осы жүзікті ғаламда көп нәрсенің сырын білерлік, тілін білерлік құдіреттің қасиетімен қоса сыйласа керек. Осы Сүлеймен пайғамбарымыз бір күні қарауымдағы халқымның хал жағдайын білейінші деп бұлтқа мініп сапарға шығады. Ұшып келе жатса бір жерде бір адам отын шауып жатыр. Астындағы бұлтқа әмір беріп жерге қондырады. Ау азамат, сен кімсің? Дейді пайғамбар отыншыға. Сүлейменмін дейді. Аттас екенбіз. Мен Сүлеймен пайғамбар боламын. Ал, не істеп жатырсың? Күн көрістің қамын істеп жатырмын. Қалайша? Біз кемпір шалмыз. Асырап бағар бала жоқ. Алла тағала бізге күніне бір арқа отынның пұлын нәсіп етсе керек. Мына бір арқа отынды шауып базарға апарамын. Пұлына күндік ауқат сатып аламын, дейді отыншы. О, мүсәпірім, кедейліктің кеселін біраз тартқан екенсің. Енді бұл кәсіпті қой. Міне, бір орамал алтын, қалған өміріңе осы жетер, дейді пайғамбар. Отыншы Сүлейменге алғысын жаудырып, қуанып, отынды тастай салып үйге қарай ұшады. Пайғамбар болса сапарын жалғастырып кете барады. Жарты жолға келгенде отыншыны дәрет қыстайды. Ол жаман шекпенін шешіп, орамалдағы алтынды соның үстіне қояды да дәретке отырады. Сол замат аспаннан бір құс зулап келеді де, орамалды іліп алып, шырқауға көтеріліп, көзден ғайып болады. Отыншының салы суға кетіп, манағы тастап кеткен орынға қайтып барады. Ау шалым, бүгін көп кешіктің ғой. 40 түрлі қиялға кетіп, зәрем қалмады ғой менің, дейді кемпірі кешкілік. Осылай деп болған оқиғаны айтады. Тағдыр бізге күніне бір арқа отынның құнын ғана жазған ғой, деп налиды қария. Оған кемпірі қосылып қапаланады. Ертесіне халқын аралап, қайта оралған Сүлеймен пайғамбар кешегі жерден отыншыны тағы көріп, жерге түседі. Сүлеймен бісің? Немене, кешегі алтын аздық етті ме? Бұл не жүріс? Дейді салқындау. Жоқ, тақсыр ием, оның жайы осылай болды, деп болған оқиғаны баяндайды. Онда оқасы жоқ, ренжіме, тағы бір орамал алтын беріп кетемін. Мүсәпірім, енді қалған өміріңе осыны жұмсап, жаныңды бақ, дейді. Отыншы қуанып, алып ұшып үйіне жақындайды. Оның үйінің жанында ескілеу бір сай болушы еді. Соған жете бере, сай суға толып, тасып тұрғанын көреді. Ол дереу үстіндегі киімдерін шешіп, алтынды соған орайды да төбесіне қойып, суға түседі. Сөйтсе, су өте терең екен. Ол бойламай, төбедегі алтынның салмағымен суға батып кетеді. Жан таласып жүргенде алтын суға кетіп, бұл күні де үйіне бос келеді. Құрамайын десе құрсақтағы, бермейін десе бесіктегі кетеді деп, екінші алтыннан да ада болған отыншы бұрынғы кәсіп, бұрынғы күнкөріспен өмір сүре берген еді. Күндерде Сүлеймен пайғамбар онымен отын шауып жатқан жерінде тағы кездесті. Ау Сүлеймен, тағы не болды? Тақсыр ием, жағдай осылай болды, деп отыншы екінші болған оқиғаны айтып мұңайды. Жарайды онда, дейді пайғамбар. Ер кезегі 3 рет деп, 3-ші рет тағы бір бағыңды сынап көр. Міне, бір орамал алтын. Жоқ, тақсыр ием, бұл алтынды алмаймын. Маған алтын берме, бата бер. Жөн, Сүлеймен, деді пайғамбар. Алтын да берейін, бата да берейін. Тілегің қабыл болсын, мұратың асыл болсын. Аллаху акбар, дейді пайғамбар. Сөйтіп қоштасады. Бұл жолы отыншы үйіне аман сау жетіп, мүсәпірлер үлкен қуанышқа кенеледі. Отағасы, дейді жұбайы отыншыға. Алла тағаланың жарылқайтын күні туған шығар. Біз ең алдымен бір құда жолы жасайық. Базарға барып, мал әкел, дейді. Шал оған келісіп ертесіне базарға жөнелді. Әншейінде құрттай құжынап жататын мал дегеннен сол күні бірде-бір мал түспейді. Шал базар тарағанша жүріп, ақыры салы суға кетіп, базардан шыға береді. Сол кезде үлкен бір арбаға нардай нахан тиеген бір кісі кездесе кетеді.
«Әй, азамат, мына нақаның қанша тұрады?» Ол құнын айтады. «Ендеше бұр арбаңды, ақшаңды үйден аласың». Отыншы үйіне келген соң сатушымен есеп айырысып, қайырласып, әлгі нақанды союға кіріседі. Сөйтіп әлгінің қарын жара бергені сол еді, ішінен баяғы орамалға түйілген алтын шыға келеді. Құдайысын беріп, абыр-сабыр басылған соң кемпірі: «Отағасы, бізде не ағайын, не перзент жоқ. Осы уақытқа дейін кедейлікпен күн кешіп, ең болмаса ертең барып кіретін ақырет үйінде салып ала алмадық. Міне, Құдай беріп тұр. Енді тірлік үшін баспана, ақырет үшін күмбез салдырайық». «Дұрыс айтасың», деді отыншы. «Мен ертең орманға барып ағаш кесейін». Ол ертесіне базарға келіп, 4-5 жігітпен сөйлесіп ағаш кесуге жалдап алды. Оларды орманға әкеп, таңдап-таңдап ағаш кестіреді. Түс болды. Жігіттер түскі тынысқа жатты. Бұл да қисайып жатыр. Бірақ ұйқысы келмейді. Жүрегі өрепкіп, мазасыз күй кешіп жатып, өзі көлеңкелеп жатқан ағаштың басына көзі түсті. Оның ұшар басында құстың ұясы, ұядан құстың ақ қауырсыны желпілдеп тұрған сияқты. Соның жұмыртқасына көңілі ауды. Міне, ол әлгі ағаштың басына өрмелеп, шаршап талып ұяға жетті. Сөйтсе, ақ қауырсын дегені ақ орамалдың ұшы екен. Бақса, баяғы құс іліп кеткен бір орамал алтын осы ұяда тұр. Әлхисса онан әрі мүсәпірлер дүниеден қамсыз, қайғысыз болыпты. «Алтын алма, ақ бата ал, ақ бата алтын болады» деген мақал осыдан қалған екен. Жарылқайын десе бір Алланың қолында. Әр іс ниеттен болады. Яғни жақсылыққа ниетіңді бұрсаң, жан тәніңмен берілсең, адамгершілік хақында ізденгеніңді табасың. Алла тағала тек ізгі ниетпен, ықыласына қарай, пәк көңілді, ақ жүректі пендесіне уақыты келгенде мол жақсылық пен байлығын қоса береді.